Өте оңай, тіптен мектеп оқушысы да жасай алатын зебра пирогының оңай жолын көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ және де түрі өте әдемі болып шығады. Балалар сүйсініп жейтін болады. Алдымен 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Қалған заттардың мөлшерін мен описание қалдырамын. Кейіннен шекерді үстіне салып, венчикпен немесе миксермен араластырып алатын боламыз. Егер де сізде майда шекер болса, венчикпен араластырсаңыз болады. Ірі шекер болса, міндетті түрде миксермен араластырып шекерді ерітіп алу керек. Кейіннен үстіне бөлме температурасында тұрған немесе жылы сүтті құятын боламыз. Жаңағы ермей қалған шекерлер болса, жақсылап араластырып ерітіп алсаңыздар болады осы сүтпен. Кейіннен үстіне разрыхлитель қосамыз. Разрыхлитель міндетті түрде сода қосуға болмайды, иісі шығып кетеді қыздар. Разрыхлительді 1 чайный ложка қосамыз да үстіне еліктен алдын ала дайындап қойған өткізіп алған ұнымызды 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Қыздар, ескерте кететін жайт, ұнды қатты барлығын бірге салып қатты араластырып жіберуге болмайды. Тесталарыңыз көтерілмей қалатын болады және де ұнды көп қосып та жіберуге болмайды. Әркімнің жұмыртқасына қарай 30 немесе 50 грамм ары-бері болуы мүмкін, плюс-минус болуы мүмкін, бірақ қатты көп қылып ұн салып жіберуге болмайды. Қатты көп салатын болсаңыздар, тесталарыңыз нығыз болып піскен кезде де қатты болып піседі. Үлпілдек болғанын қаласаңыздар, барынша сұйық теста жасауға тырысыңыздар. Бұл жердегі менің тестам кішкене қою деп қорықпаңыздар, мен әлі бұл тестаға кәдімгі сұйық майды қосатын боламын. Қыздар, осындай өте оңай және де бала-шаға жақсы көріп, сүйсініп жейтін рецепттер іздеп жатқан болсаңыздар, менің арнама тіркеліп алыңыздар. Менің арнамда түрлі пирогтар, торттар, тәттілер, печеньелердің рецепттері бар. Сондықтан міндетті түрде арнама тіркеліп, колокольчикті басып кетіңіздер. Сол кезде күнделікті шығып жатқан рецепттерді көріп отыратын боласыздар. Кейіннен осылай үстіне сұйық майды құямыз. Сұйық майды ең соңында құятын себебім теста қалыпқа жабыспас үшін және де эластичный әдемі болып теста шығады. Сондықтан барлық пирогтарды жасағанда мен сұйық майды ең соңынан қосатын боламын. Дайын болған тестамыз көріп тұрғандарыңыздай сұйық болып шығады. Бұл тестаны 2 бөлікке бөліп аламыз. Барынша бірдей 2 бөлікке бөліңіздер, сонда әдемі болып оюы бірдей болып шығатын болады. Бір бөлігіне какао қосамыз, 2 чайный ложка қосамыз. Сіздің какаоңыздың қаралығына қарай мен 2 чайный ложка рахатовский какаоны қосып араластырдым. Және де қыздар, какао қосқан тестаңыз сәл қоюлау болып қалатын болса, 2 чайный ложка сүт қосып жіберсеңіз болады. Қатты қою болып қалмасын. Кейін дәл осылай бірінен кейін бірін қылып осылай құйып шыға бересіздер. Негізі зебра пирогына әртүрлі узорлар сызылуға болады. Дәл осылай құйып болғаннан кейін зубочисткамен өткізіп әдемі гүл жасауға болады. Немесе әр жеріне қараны әр жерге қойып, әртүрлі узор, ол сіздің фантазияңызға қарай жасай берсеңіздер болады. Мен дәл осылай қалдырдым. Осылай да әдемі кішкене сілкіп жіберіп, 180 градуста қызып тұрған печкада 40-45 минут пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып ісіп шыққан, 2 есе ісіп шыққан және де дәмі де керемет болып шығады қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасап көріп жатсаңыздар, комментте өздеріңізге қалай болды сол жағымен бөлісіп кетсеңіздер болады қыздар. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет.